Қарекең Өзбекстан Республикасының, соның ішіндегі Қарақалпақстан Республикасы Нөкіс қаласы. Қарсы алыңыздар. Ассалаумалейкум, Қазақстан! Міне со Қарақалпақстан елінен бүгін келдік. Қытайға қатысамыз деп. Бұл үлкен менсация. Иә деймін. Мүмкін сенсация шығар. Сен айтсаң сенсация болады, мен айтсам менсация болады, яқшы ба? Қараңдар жігіттер, Қазақстан бай ел ғой. Қазақстанның жерінде Сенделип таблицасының бәрі бар. Сенделип емес, Менделип деп айт. Сен айтсаң Менделип болады, мен айтсам Сенделип болады. Расы біз өзімізді азар Қазақстанның шенеуніктеріндей сезіп тұрмыз. Неге? Қазақ тілін енді үйреніп отқан жоқпыз ба? Жалпы мынау қазақ тілін үйренуіміз шарт емес. Неге? Себебі біз қазақ, Қарақалпақ бір-бірімізді бес-перебот түсінеміз. Бес-перебот? Бес-перебот деген сөздің өзін бес-перебот түсінеміз ғой біз. Енді мына бұл жақта әке дегенде әке дейді ғой. Әке дейді. Ана дегенде ана дейді ғой. Ана дейді. Вот міне боғауыз сөздерім сан бірдей екен. Енді турысы ата тегіміз бір қалыппыз. Ой, иә деймін. Ой, кезінде ата бабаларымыз не демеген? Не демеген? Шихофи никинумини бана демеген. Неге? Неге? Кезінде ондай сөздер болмаған ғой енді. Рахмет. Енді біз Нөкісте жүріп, ютубтан кітаны көрсек, назар аудар залды жарды, сағыз залды жарды деп атады. Сол залдың жарылған жерлерін жөндеп, шпаклөк тартуға келген Қарекең біз келді! Рахмет. Енді үйге қонақ келсе, бір қонақтың көңіліне қарап, бір сөзін бөлмей, күліп отырамыз ғой. Осы жерде қонақпыз деген ғой. Демек, бізде тарих сабағы студент экзаменде. Сейдуллаев, келдің бе? Келдім ағай. Саған сұрау. Шыңғысхан неше мың әскерменен Отырар қаласын басып алады? Енді Шыңғысхан 5000 әскерменен Отырар қаласын басып алды ау. Қой, 5000-мен баса алмайды ол. Неге? Сенен алынып келгендерін 5000-мен басама, 6000-мен басама деді баса алған жоқ қой. Соның үшін 5000-мен баса алмайды ол. Ой, енді ағай, Шыңғысхан ол көршілерден жәрдем сұрап 10.000 әскермен бастау, 10.000 әскермен басты. Оң аржағына баса алмай ма? Оң аржағына Шыңғысхан шамасы жетпейді. Жарайды. Шыңғысхан шүстірей бірақ басаман десе басады ғой. Иә, басады. Бірақ ана кейінгілерге шпор болсын айтып қой. 15.000 әскермен басып атқан екен деп айтасың, яқшы ма? Жарайды. Тоқта. Ендігі сабақ Александр Македонскийді өтеміз. Александр Македонскийді білесен ғой, 120 мың әскермен жүреді ғой, айтып қоясың. Рахмет. Рас айтсақ, шапалақларыңыз ұнап жатыр. Енді кішкентайымыздан шапалақпен өскендікі ғой деймін да. Екі әпкесен әке Мұрат, мектепте мұғалім Мұрат дегендей шапалақпен өстік қой. Енді сөз соңында құрметті қазылар алқасы. Бізді КТА жоғары лигасын алсаңыз өкінбейсіз. Біздің пайдамыз көп. Біріншіден, бізді қоссаңыз, КТА уже халықаралық деңгейге көтеріледі. Екінші, басқа командалар құсап, біз кубокты алсақ, ауылға алып қайтпаймыз. Оу, неге? Осында тастап кетеміз. Енді границада цветной металл өткізуге болмайды ғой. Рахмет, сіздермен бірге болған Қарақалпақстан Республикасы Нөкіс қаласы Қарекең.
Мұғалімдер құрамасы Қызылорда қаласы Сералы Лапин атындағы орта мектептің директоры Шүренов Алтынсары Әлеке ұлына алғыс білдірсе, Индер Атырау облысы Индер ауданының әкімдігіне алғыс білдіреді. Программ R. командасы Алматы қаласының халқына алғыс білдірсе, Қарекең Өзбекстан Республикасы, соның ішінде Қарақалпақстан Республикасының Нөкіс қаласы Қареке ресторанының басшысы Тұрғанбай Қарлыбаев мырзаға алғыстарын білдіреді. Бір мейрамхананың атынан шығып отыр екен, қошемет көрсіп қояйық. Ол жақта бізден облыстың ауданның атынан шықса, команданың көптігі соншалық ресторанның атынан да шығып жатыр екен. Қуантады, жақсы. Құрметті достар, бүгінге осы, бұл бірінші бөлімнің жартысы, сондықтан да барлық командаларды мен сахна төріне шақыра отырып, қазылар алқасы өздерінің кіші кубоктарын қай командаға ұсынады екен деген ойдамыз. Командалар, сахнаға! Қошеметтеріңіз. Жақсы, қазалыққа сөз өздеріңізде, бүгінгі қытаға деген, жалпы маусымға деген, 2019 жастар жылға деген сөздеріңіз, және қолдарыңыздағы әрқайсында 2 кіші кубоктан бүгін берсеңіздер болады, немесе ертеңгіге де бір кубоктарыңызды алып қаласыздар ма, әлде барлық командаларға табыс етесіздер ме, өз еркілеріңіз. Ойлаймын, енді бұйыл көңіл тапқырлар алаңына жолдама алып жатыр. Бізде енді Қызылорда Кыта лигасы бар, жігіттер көмектеседі деген ойдамыз командаға. Жақсы, Эльмира Амангелді қызы. Құрметті көрермендер, құрметті Тұрсынбек, Кытаның жаңа сезонның ашылуымен баршаңызды құттықтаймын. Ал енді өзімнің кубогым қазақ халқы қонақтарды сыйлаған. Сондықтан мына Нөкіс қаласынан келген Қарекең командасына бергім келеді. Қарақалпақстан Республикасынан келіп отырған Қарекең командасы. Командалар алғашқы осы Астана қаласына келгенде, енді Кытаның жалпы фестивалі 4 күн өткен болатын, бүгін 5-ші күн. Алғашқы келгенде өз тілдерінде ойнап, біз кішкене түсінбей, одан қазақ тіліне аударып, осы ойынды өздері қазақ тілінде ойнап шыққанына бір қошемет көрсетіп қойсақ болады. Және енді алдағы уақытта командада енді ескере отырып, қазақ тілінен жаттап келерсіздер. Егер білмей жатсаңыздар, қанатқа хабарласыңыздар, ол орысша білмейді.